Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайран 53.900 тіркеліші бар желмаям орнына келтіре алмай жатыр. Бұл жаңа канал. Енді ол каналдың ішінде соңғы видеоның астында көбісі мені іздеп жатыр екен. Не болып кетті, амансың ба, қайда жүрсің, бауырым, шықпай кеттің ғой, сөйлемей кеттің ғой деп іздеп жатқандарына қуанамын, бірақ каналым жоғалып қалғанына өкініп жатырмын, өте өкініп тұрмын. Енді бұл каналды да Құдай қаласа дамытармыз деп ойлаймын. Ернұр Бейсенбаев деген бір депутат бар екен. Енді ол Қазақстанның Тоқаев жайлы әңгіме айтайықшы. Қазақстанның конституциясы өзгерейін деп жатыр деген ақпарат келді. Bir палаталы мемлекет болайық дегенді бір 2 ай алдын мекен, жемісі 3 ай алдын мекен ұсынған. Енді сол бағана мен айтқан Ернұр Бейсенбаев ба, сол Тоқаевқа енді сөз арнап отырға. Ана сөзін қарасаң енді мен дейді, енді бір партияның мүшесі екен, енді қандай партияның мүшесі екен білмеймін, мүмкін республика партиясының мүшесі, енді анық қанағын білмеймін. Біз сізді түбегейлі қолдаймыз, бір партиялы мемлекет болсақ жақсы болар еді. Сіздің көрегенді вообще әңгіменің ашығышы кезінде Назарбаев қалай мақтады, солай мақтаулар кетіп жатыр Тоқаевқа да. Енді дұрыс мақтасын, бірақ енді біздің ел енді былай сөз бойынша демократиялы ел деп айтады ғой, бірақ демократиялы елдерге қарасаң, тағы да айналып Америкаға келесің да. Америка енді 2 партиясы бар, ит жығыс болады. Біреу анау жеңеді, біреу мынау жеңеді, анау жеңеді, мынау жеңеді. Байденнің партиясы жеңеді, Барак Обама мен Байден бір ғой. Соның партиясы жеңеді. Bir қарасаң, Трамптың партиясы жеңеді, республикалық партиялар, демократиялық партия жеңеді деген сияқты ғой. Ал біздің партиялар, білмеймін, президент бірдеңке айтса енді көнеді барлығына. Бұл не болмайды ау, біз тағы бір 30 жылымызды құртып аламыз ау. Партия болып тіркелдің ба, тіліп айт, тіліп орнын алса алып тастасын. Еңсең биік болып жүреді. Тоқаев енді бүгін бір партиялы болайық деп, оны қолдап, ертең анандай болайық деп, оны қолдап жүре берсе онда қиын да. Бір елдің мүддесін бір адамға артып қою өте қауіпті іс дейді. Қазір шешімнің барлығын президент шығарады. Егер демократиялы ел болған кезде общий әңгімені ашып, партияды талқылап, партиялар шешетін болады да әңгімені ше. Президент ұсынады, оны партия қолдайды, қолдамайды, белгісіз деген сияқты ғой. Бірақ мына бағанағы депутаттың сөзіне қарасаң, біз 2 қолымызды көтеріп, 2 аяғымызды көтеріп сізді қолдаймыз. Сіздің кемеңгерлігіңіздің арқасында біз дамудың сара жолына түстік деп әңгімені жіберіп жатыр ғой. Одан кейін мен осы қазір енді көбісі мен жаңадан ашқан каналымды түсінбей жатыр, қайдан шыққан бала деп қалған шығар. Енді мен енді алдындағы каналымда көретіндер көреді, біледі. Bir жылдан бері сол каналда сайрап келіп жатқанбыз. Енді бағана мынандай бір ақпарат шықты. Мынау қателеспесем, Газа секторын тынышталдыру үшін бір келісімге келген, сол келісімге қатысу үшін Тоқаевты Трамп шақырыпты дейді. Енді ол жерге барып не әңгіме айтады белгісіз. Одан тағы мынандай бір ақпарат шығып қалды. Осының алдында мен бір 6 ай бұрын мекен Армения мен Азербайжанда Трамп құшақтастырып, достастырып, ойбай кешіресің, бауырым, біздің ортамыздан қарамышық өтіп кетті, болмаса соғыспайтын едік деп құшақтасты ғой екеуі. Ресей екеуі қас болып тұрған кезде соғысып жүрген Қарабаққа таласып, одан кейін Трамп келістірді. Сонымен екеуіне енді соғыспайсыңдар болды, Қарабақты Азербайжан алады деп әңгімені айтып келістіріп, және де мына Арменияның бір шекарасының жанында қателеспесем
Әзербайжан шекарасынан да өтетін бір бұғаздалған енді 49 жылға. Сол жерден енді мен алдында айтқан осы жерден негізі Ираннан мұнайды алып, Әзербайжан, Армения, Түркия арқылы Еуропаға газ болмаса аты не еді? Газ болмаса мұнай тарту мүмкін деген едім. Сол шын болатын сияқты. Неге десеңіздер, Трамп жолы деген карта сызып шығыпты. Сол жерде Армениядан жалға алған бұғаз көрсеткен 49 жылға алыпты. Оның қанша деді? 70 жобаменен 70%-дан көбін қалай айтсам екен? 74% деді ғой деймін. Соны Американың пайдасына кетеді, қалғаны Арменияның пайдасына кетеді. Сондай. Сол жерде мен қателеспесем құбыр жүргізіп, Иранның әңгіменің ашығы Иранның билігі құлайды. Неге десеңіздер, ол тектен-тек ондай құбыр жүргізейін деп жатқан жоқ. Қате айтпасам, Иранның мұнайы әлемде 3-ші орында, же болмаса 2-ші орында. 3-ші орында, 1-ші орында Венесуэла, 2-ші орында Араб, 3-ші орында Иран. Енді Тоқаев сол жиналысқа шақырған кезде мүмкін Тоқаевты да айтатын шығар, мүмкін Каспий арқылы құбыр алып өтіп, Ресейді айланып, бізге қосылып, біздің арнамызға деп айту мүмкін деген сияқты ақпараттар кетіп жатыр. Не болады екен белгісіз. Әлем құлып тұр. Бұрық қайнап. Оның алдында айтқан едім. Трамп Иранның басшысына жаңа адам іздеп табу керек. Қазіргі Аятолла Хомейни бұл дұрыс басшы бола алмады деген деп сындаған еді. Енді ғайыпты білуші бір құдай, бірақ мына Армения арқылы өтетін Түркияға дейін барып olan Еуропаға баратын құбырды ескеретін болсақ, Иранның өкіметі құлайды. Иранның өкіметі құлайды, оның орнына Риза Пехлеви келеді, же болмаса демократиялық жолға түсетін Еуропа мен Американың жолымен жүретін сондай бір басшы келіп, Еуропа мен Америкамен достасып, мұнайын еркін күйде сатады. Енді мына Аятолла Хомейни билікке келгелі қанша жыл? 40 жылдан асып кетті ғой. Содан бері қарай санкцияның астында қалған ғой. Алдында да айтқан едім, егер Иран билігі құлайтын болса, Ирандағы санкцияны алып кімге салады? Кім еді? Ресейге салады. Сонымен екі үлкен держава дейді ғой, үлкен мемлекеттің орнына ауысайын деп тұр, не болса да. Ресей бұғатталады, Иран бостандыққа шығады деген сияқты. Сіздердің ойларыңыз қалай? Бізге қандай пайда, қандай зиян болады? Жалпы сол, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ғайыпты бір құдай біледі, бірақ Иран құлайды әңгіменің ашығы. Трамптың жоспары, Трамп жолы деген құбырмен Иранның мұнайын, Иранның газын айдайын деп тұр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді бұл каналдың көрілімі өте аз болып тұр, әңгіменің ашығы. Енді жай бұрынғы көрілімге жетеміз деп ойлаймын. Жақсы байланыстамыз.